Әсел, тыныштық па, не болып қалды? Жоғарғы шәкіртақыға ілінбей қалдым. Мәсі, сол үшін көңіл күйін түсіріп отырсың ба? Сен одан былай істе. Ағай, менің барлық сабағым 5. Тек сіздің ғана сабағыңыздан 4-ке шығайын деп тұрмын. Өтінем 5 қойып беріңізші. Жарайды, Пәленшеева. Осы жолы саған қойып берейін. Рахмет, ағай. Апай, барлық сабағым 5. Сіздің ғана сабағыңыз 4 шығайын деп тұр. 5 қойып беріңізші. Ой, жақсы Пәленшеева, әкеш сынақ кітапшаңды. Рахмет, апай. Ағай, түсініңізші енді. Менің барлық сабағым 5 болып тұр, сіздікі ғана 4 болып қалайын деп тұр. Былай қылайықшы. Мен саған бір сұрақ қойын. Жауап берсең 5, жауап бере алмасаң 3-іңді алып жүре бер. 5 па? Жарайды. Сонымен, Пәленшеева Әсел, сіз біздің сұрағымызға дұрыс жауап берген жағдайда жоғарғы шәкіртақыға ие боласыз. Дұрыс жауап бере алмасаңыз, шәкіртақыңыздан айырыласыз. Сонымен сіздің шешіміңіз, ойлануға 1 минут уақытыңыз бар. Мен емтиханды осы жерден тоқтатып, өзімнің шәкіртақымнан айырылып қалмас үшін 4-тік бағаға қанағаттанамын. Қанағаттанасыз. Сізде әлі 3 жеңілдік бар. Аудиторияның көмегі, екінші 50-50, үшінші бірлігіңіз болған жағдайда кез келген досыңызға қоңырау шаласыз. Жоқ, бұл менің соңғы әрі нақты жауабым. Ата-анаңыз ұрсып жүрмей ме? Жоқ. Сіздің шешіміңіз біз үшін заң. Құттықтаймыз. Сіз келмейтін бағаға ие болдыңыз және де шәкіртақыңыздан айырылмайсыз. Шапалақтарыңыз, құрметті аудитория. Бүгін біздің емтиханға қатысқан Пәленшеева Әсел. Рахмет сіздерге. Қош сау болыңыз деп сізді емтиханнан, аудиториядан шығарып саламыз. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Кешіріңіз, мен сізге қандай көмек көрсете аламын? Саламатсыз ба, мен ақша аударымын жасамақшы едім. Әрине, иін айтыңыз. Кімдікін? Менікін. Әрине, жіберетін адамды айтсаңызшы. Әрине. Жазыңыз. 95-02. 95-02. 26-30. 02-14. 02-14. Қандай сума? $500,000 ғой. Қанша? Ойламасаңшы. $500,000, е? Жадынар, бұл тонау! Жадынар бұл тонау емес. Жадынар бұл етістік, Пәленшеев. Кешіріңіз. Ондай сума естімегеніме біраз болып қапты. Ренжімеңіз. Не ғой? $500,000 теңгемен қанша болды? Ол жағын білмеймін. Ассалаумағалейкум бауырым, такси ма? Иә, аэропортқа қайдың бауырым. $1,500. 20 минутта апарсаң $100 берем бауырым, асығып тұрмын. Қанша? $100. Онда дайындал. Кет. Бұл не бөлі? Қазір көресіз. Белдігіңізді тағып алың. Бұл не үшін? Андағы ма? Керек болып қалады бауырым. Уақытты тексере бер. Кет. 2,5 сағат болды ғой, келесі реске қалдым сенің кесіріңнен. $1,500 берсем болды. Қанша? $1,500. Мә саған $1,500. Сен бауырым мүлде таксовать етпей қойшы. Я өзім білеме! Ай, шалау. Ой, жеттім ау айтыр. Бүгін күн ысып кетіпті. Мен керемет бір жаңалық естіп келдім. Анау, ойбай, әлгі Жұлдыздың баласы анау күні үйленіп еді ғой. Ойбай, бұл нап аяқ астынан үйлене қойды десем, ана қыз жақ деген шірігім
бай екен ғой, ойпырмай, бұл адамдар бар ғой. Ай. Айтпақшы ана кімнің? Пернегүлдің баласы деймін да? Әнеу күні ғана жұмысқа тұрды, міне, 1 ай болған жоқ. Жұмыстан шығып қапты. Қанша ақша шығарды оған жұмысқа тұрғызамыз деп. Пәтуа жоқ. Істемейді бұл бала бір жерде тұрақтап. Ой. Ей, айтпақшы сенің әлгі орыс досың бар еді ғой. Сол, немене дей бересің маған, а? Ей, мен саған ойбай, мынау не? Мен өліп ұшып әңгіме айтып жатырмын ғой, бүкін естіген жаңалықтарымда, а? Не? Өліп ұшып, бағанадан бері не айтып жатырмын мен саған? Тамағымыз қарылыққанша. Не әңгіме? Не болды саған? Не деген сұмдық, а? Әңгіме тыңдамасам. Ой, не көріндейін маған? Адам деп сені. Әңгіме айтып отырмын ғой мен саған. Тыңдамасам ғой.